Нұх пайғамбардың Хам, Сам, Жаппас атты 3 ұлы мен Уәсилә деген қызы болыпты. Пайғамбар үнемі қызына құрмет көрсетіп, мүлде дауыс көтермейді екен. Қызы да әкенің қалауын қабағынан түсінетін сұңғыла болып өседі. Нұх дастархан басында отырғанда үнемі қызын 3 ұлынан жоғары төрге отырғызады екен. Бұл үлкен ұлы Самның көңіліне күдік салыпты. Уәсиленің жасы бізден кіші. Неге менен жоғары отыру керек? Әкеміз бізді алалайдау деп ойлайды. Бір күні дастарханда отырғанда, әке, Уәсилә кіші болса да, неге бізден жоғары отыру керек? Ұлдың мәртебесі қашанда биік емес пе дейді. Сонда Нұх, біздің ырзық несібеміздің көп болуы Уәсиләға байланысты. Құт қызды жағалап жүреді. Оны босағаға отырғызсаң шамданат, төрге шығарсаң қуанат. Орны жайлы болса, дастарханнан астағамды үзбейді, тұрмысыңды түзейді депті. Содан бастап Нұхтың 3 ұлы қарындасын төрге шығарып, құрмет көрсететін болыпты. 3 ұлынан өрбіген ұрпақ бұл жоралғыны сақтап, берік ұстайды. Қазақ арасында қызыңды төрге отырғыз, қызды босағаға отырғызба деген талап ырымдар осыдан шыққан екен.